күн, құрметті әріптестер. Физика сабағында оқытудың әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, оқушылардың шығармашылық ізденістерін, өз бетінше жұмыс істеу белсенділіктерін арттыру барысында теориялық білімдерін кеңейтіп, логикалық ойлау қабілеттерін дамыту. Теориялық білімдерін тәжірибе жүзінде дәлелдей білуге үйрету. Менің бүгінгі ұсынғалы отырған сабағым 9 сыныпта өткізілген түзу сызықты тең айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты түзу сызықты тең айнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және үдеу формуласын есепте шығаруда қолдану. Сабақ жоспарында жоспарланған әдістер мен тәсілдер оқу мақсатына жетуді қамтамасыз етеді. Ең алдымен жағымды ахуал қалыптастырып, оқушыларға сәттілік тіледім. Сабақтың тақырыбы мен мақсатын тәжірибе көрсете отырып, сұрақтар арқылы айқындап алдым. Одан кейін белсенді оқытудың түсіндіру және сипаттау тәсілінде түртіп алу әдісі арқылы оқушылар өздеріне қажетті мәліметтерді, формулаларды дәптерлеріне жазып алды. Сабақтың барлық оқушыларды оқуға тарту үшін белсенді оқытудың нұсқау беру және айту тәсілінде миға шабуыл әдісі арқылы ұжымдық құрылымдалған тапсырмаларда орындады. Белсенді оқытудың зерделеу және зерттеу тәсілдерінде жұптық жұмыста зертханалық жұмыс жүргізілді. Тақырыпқа байланысты өлшеулер мен есептеулерді жұптаса отырып орындады. Нәтижелерімен тақтаға шығып бөлісті. Одан әрі қарай белсенді оқытудың нұсқау беру және айту тәсілінде бірге ойлаймыз әдісін қолдана отырып, QR-кодта жасырылған тақырыптарды таңдау арқылы топтық жұмыс жүргізілді. Тапсырмаларда ашық жауаппен оқушыларға мәтін берілді. Мәтіннен алынған ақпараттарды пайдаланып, сандық, сапалық есептерді шығарды. Сабақ соңында белсенді оқытудың бекіту және қолданысқа енгізу тәсілінде және жұмыс түрі жүргізілді. Жеке жұмысы оқушыларға сілтеме берілді. Google формда тест тапсырмаларын орындады. Бұл сабақта функционалды сауаттылықтарды арттыруға арналған өмірмен байланысқан тапсырмалар берілді. Әр тапсырма кезінде бағалау парақтары бойынша бағаланып отырылды. Сабақ соңында белсенді оқытудың рефлексия және бағамдау тәсілінде фокус формуласы әдісі арқылы Google формада кері байланыс берілді.